19 ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? Әлемнің ғылыми бейнесінің қалыптасу бастамасы. 17 ғасырдың соңынан бастап, ғылымда түбегейлі өзгерістер орын алғаны баяндалады. Ең бастысы, әлемді тану діни түсініктен ғылымға негізделген нақты зерттеулерге ауыса бастады. Яғни, бұл кезеңде ғылым бұрынғыдай тек теорияға емес, тәжірибе, бақылау және есепке сүйене бастады. Ғалам туралы ғылыми түсінік қалыптасты, бұл ғылыми революцияның бастамасы еді. Осы процесте екі ірі ғалым Галилео Галилей мен Иоганн Кеплер ерекше рөл атқарды. Галилео Галилей табиғат заңдарын бақылау мен тәжірибе арқылы түсінуді ұсынды. Коперниктің жер емес күн, ғаламның орталығы деген гелиоцентрлік теориясын дәлелдеді. Бұл жаңалықтар шіркеу ілімдеріне қарсы шыққандықтан, Галилей қудаланды. Иоганн Кеплер ғаламшарлар қозғалысының нақты заңдарын ашты. Бұл заңдар Коперниктің теориясын математикалық және нақты деректермен толықтырды. Техниканың дамуы өнеркәсіптік революция негізі. Бұл қозғалтқышының маңызы. Бұл машинасының ойлап табылуы өндірісті механикаландыруға үлкен серпін берді. Джеймс Уатт бұл машинасын жетілдіріп, оны өнеркәсіп пен көлікте қолдануға лайық етті. Тоқыма өндірісінің дамуы. Аркрайт, Харгривс, Кромптон тоқыма станоктарын ойлап тапты. Бұл өнертабыс өндірісті жаппай автоматтандырудың бастамасы болды. 1769 жылы Аркрайт тоқыма станогын ойлап тапты. 1779 жылы Кромптон жіп иіретін станок ойлап тапты. Металлургия саласындағы жетістіктер. Риомер болат өндірісінің құпиясын ашты. Бесеме шойынды болатқа айналдырудың жаңа әдісін тапты. Бұл ауыр өнеркәсіпке жол ашты. Көлік саласындағы революция. Джордж Стефенсон алғашқы паровозды және темір жолды жасады. Роберт Фултон алғашқы бу кемесін жасады. Бұл көлік саласын түбегейлі өзгертті. Тауар тасымалы мен адамдардың қозғалысы жылдамдады. 19 ғасырдағы жаратылыстану ғылымдарының дамуы. Математикадағы жаңалықтар. Лобачевский Евклид геометриясына балама ретінде евклидтік емес геометрияны ұсынды. Бұл математиканың кеңеюіне алып келген төңкеріс. Физикадағы жаңалықтар. Исаак Ньютон классикалық механиканың негізін қалады. Термодинамика дамыды. Карно, Майер, Джоуль жылу мен энергия айналымын зерттеді. Энергияның сақталу және айналу заңын құрған Ломоносов, кейін Майер тәжірибе жүзінде дәлелдеді. Электр және магнетизм саласында вольт, Ом, Ампер, Фарадей, Максвелл сияқты ғалымдар еңбек етті. Вольт тұрақты электр тоғының көзі гальваникалық батареяны ойлап тапты. Рентген ашқан рентген сәулелері физика мен медицинада төңкеріс әкелді. Атом ядросын зерттеу Склодовская Кюри, Резерфорд, Бор сынды ғалымдармен байланысты. Химия саласының дамуы. Менделеев 1869 жылы химиялық элементтердің периодтық жүйесін жасап, болашақ зерттеулерге негіз қалады. Биология және эволюцияда Чарльз Дарвин түрлердің шығу тегі деген еңбегінде жануарлар мен өсімдіктердің шығу тегі теориясын негіздеді. Генетика және микробиология саласындағы жаңалықтар. Мендель тұқым қуалаушылық заңдарын ашты. Бұл кейін генетика ғылымының пайда болуына себеп болды. Роберт Кох туберкулез қоздырғышын тапты. Луи Пастер микробиологияны негіздеді. Вакциналар мен пастерлеу әдісін енгізді. Мечников иммунитет туралы ілімді дамытуға үлес қосты. Павлов жоғары жүйке қызметі туралы ғылымның негізін қалады. Байланыс құралдарының дамуы. Өнеркәсіп пен сауда дамыған сайын жылдам әрі тиімді ақпарат алмасу қажет болды. Осы салалардағы ғылыми жетістіктер байланыс технологияларының дамуына негіз болды. Электрлік сигналдарды пайдалану арқылы қашықтан байланысу мүмкіндігі туды. Телеграфтың пайда болуы. Испан өнертапқышы Сильва алғаш телеграф желісін жасады. 1836 жылы Сэмюэл Морзе электрлік телеграфты ойлап тапты. Бұл құрылғы кодталған белгілер арқылы жазбаша хабарламаларды жеткізуге мүмкіндік берді. Телеграф жедел байланыс құралына айналды. Телефонның пайда болуы. 1876 жылы телефон ойлап табылды.
Бұл адам даусын қашықтан жеткізуге мүмкіндік берген алғашқы құрылғы. Телефон телеграфқа қарағанда анағұрлым ыңғайлы және тікелей байланыс түрі болды. Радионың дамуы. 1895 жылы Александр Попов радиоқабылдағышты ойлап тапты. Бұл сымсыз байланысқа жол ашты. Радио ақпарат тарату мен жаңалық жеткізудің жаңа дәуірін бастады.